Қайырлы күн достар, баршаңызға. Бүгін сіздерге қайтарымсыз мемлекеттен берілетін 5 миллион теңгелік грант бойынша соңғы жаңалықтармен бөлісетін боламын. Соңғы өзгерістерді айтатын боламын. Және де бұл жерде бизнес жоспарды қалай жазамыз, қайдан аламыз, кімдер қатыса алады, қандай талаптары бар, барлығын толыққанды сіздерге түсіндіремін. 5 миллион теңге мемлекеттік грантқа кімдер қатыса алмайды деген сұраққа жауап берейік. Бірінші, банкрот жариялаған адамдар мен банкрот жариялаған ИП, КХ, ТО-лар қатыса алмайды. Екіншіден, ОКЕД аренда бизнесімен тіркелгендер қатыса алмайды. Үшінші, еңбекпен айналысуына мемлекет тыйым салған адамдар қатыса алмайды. Төртінші, өтелмеген просроченный қарызы барлар қатыса алмайды. Яғни өтелмеген просрочкаға шығып қалған несиеңіз болса, сіз қатыса алмайсыз. Бесінші, арестке түсіп қалған, яғни счеты аресттегі адамдар қатыса алмайды. Алтыншы, ИП-сы, жаңағы КХ-сы, ТО-сы ашылған уақытына 3 жылдан асқан болса, қатыса алмайды. Бұл қайтарымсыз грантқа. Яғни 3 жылға дейінгі ашылған ИП, ТО, КХ мен қатысатын боласыздар. Келесі, қажетті құжаттар тізімін атап өтейін. Бірінші, жеке куәлік қажет. Екінші, өтінім, сайттан толтырамыз өтінімді. Үшінші, ИП, ТО тағылуыны керек. ИП-ның немесе ТО-ның ашылғаны туралы. Төртінші, салықта қарызы жоқ деген қағаз керек. Яғни біз кабинет салық кезет порталынан сіздер өзіңіздің ЭЦП кілттеріңізбен қарызы жоқ деген анықтама алатын боласыздар. Бесінші, бизнес план. Бизнес планның бұл өзінің шаблоны бар, кейінірек айтамын осы презентация соңында. Алтыншы, атамекеннен, яғни бастау бизнес сертификаты керек. Яғни сіздер бизнес Skills деген сайттан тіркеліп оқысаңыздар болады. Егер сертификат қажет болса, маған шықсаңыздар болады. Жетінші, жұмыс орны ашылса, жұмысқа алатын адамдар туралы анықтама, печат болса, печат болу керек. Сегізінші, банктен анықтама. Шотында, яғни 20% ақшасы бар деген. Яғни сіз мысалы 5 миллион теңгелік грантқа қатыссаңыз, енді бұл жерде 20% дегеніміз сіздің суммаңызға қарай. 5 миллион болса, сізге 1 миллион теңге қажет болады. Ал егерде 2,5 миллион болса, соның 20% деген сияқты. Келесі, ұсынылатын жобаға қойылатын нақты талаптар. Яғни инновациялық бизнес жоба болу керек, сол өңірде жоқ қызмет немесе өндіріс болу керек, экономиканың басым секторына кіру керек. Үшінші, жаңа жұмыс орнын ашу мақсатында да болады. Төртінші, 20% кепілдік қаражат қажет. Яғни жаңа айтып өткенде шотыңыздан 20% сіз өзіңіздің қаражатыңыздан көрсететін боласыз. Өтінім беру қалай жүреді? Өтінім беру 2023 жылғы өзгерістерге сәйкес кезекті кезет сайты арқылы жүзеге асатын болады. Конкурстың басталғанын қалай және қайдан білеміз? Конкурстың басталғаны туралы ресми ақпараттар келесі сайттарда жарияланады. Яғни сіздер мемлекет Энчимес Алматы ап деген немесе атамекен кезет, даму кезет сайттарынан конкурстың басталғаны жөнде біле аласыздар. Келесі, 5 миллион грантына кім ұта алады дейді. Яғни құжаттары дұрыс, талапқа сай азаматтар мен азаматшалар. Екінші, бизнес идея әрі инновациялық жаңалық, әрі экономиканың басым секторіне жату керек. Үшіншіден, бизнес планы сауатты жазылған болу керек. Төртінші, бизнес планын сауатты жазып қана қоймай, сауатты қорғай білуіміз керек. Сіздер әрбір цифраңызға, сізге қойылатын сауалдарға өзіңіз біліп, оқып, жақсылап танысуыңыз керек. Келесі, мерзімі белгіленген қалалар. Қазіргі соңғы жаңалықтар бойынша, Алматы бойынша өтінім 1 маусым мен 11 маусым аралығында, яғни өтінім қабылданады. Алматы қаласы бойынша 545 миллион теңге қаражат бөлініп отыр қазіргі таңда. Екінші, Павлодар бойынша 1 маусым мен 5 маусым аралығында өтінім беру, заявка беру басталады.
яғни сіздер осы мерзім аралығында заявка беріп үлгерулеріңіз керек. Осы мерзім арасында беріп үлгермесеңіздер, кешігіп қалсаңыздар, сіздердің өтінімдеріңіз қабылданбайды. Яғни мен енді келесі бизнес планға өтейін. Келесі біз осы қолдау, еду қолдау кезектен сіз осы өзіңізге қажетті бизнес планның структурасын көрсеңіз болады, толтырып көшіріп алсаңыз болады. Ол үшін мен өзімнің ECP кілтіммен кіріп көрсетейін. Өте мұқият болу керек, әсіресе бизнес планға келген кезде. Мен өзім регистрация жасап қойған, сол себептен осылай өзімнің ECP кілтіммен, паролімен кіретін боламын бұл порталға. Так, сертификат дұрыс емес таңдалды деймін. Қайталап жіберейік. Мінекей мен өз атымнан сайтқа кірдім. Осы жерде конструктор бизнес планов деген бар. Осыны басып сіздерге түсіндіретін боламын. Тілді осылай өзіңізге қажетті тілде өзгертіп алуға болады. Бизнес жоспар конструкторы. Конструктор ДКБ 2025 дейді міне. Осының үстін басамыз. Осы жерде құжаттың құрылымы бар. Жобаның барлық бөлігі қамтылған. Осы қолдау кезеттегі осы жобаның құрылымы бойынша сіздер толтыруларға міндеттісіз, барлығы қамтылу керек бұл жерде. 6 бөлімнен тұрады. Әр 6 бөлімнің подпункттері бар. Мысалы, бірінші жоба туралы жобаның атауын, суреті болса суретін, екінші түйіндеме. Жобаның атауы, өтініш берушінің аты жөні, халықтың әлеуметтік осал тобы, мысалы осал топтың ешқайсысына жатпайды деген шығып тұрады. Соны одан соң жарғылық капитал бойынша, грант бойынша қанша сума, жеке үлес бойынша қанша сумамен қатысасыз, мекенжай туралы, веб-сайт, яғни сайттың мекенжайы, почтаңыз және байланыс номеріңіз толтырылады. Өтініш берушінің иелігіндегі негізгі құрал жабдықтар, ұсынылатын өнім мен қызмет, жобаны іске қосу уақыты, қанша күнде сіз осы бизнес план бойынша грант ұтып алған екен, қанша күнде іске қосасыз, соны қамтисыз. Өнім мен қызметтің сипаттамасы екінші бөлікте, ұсынылатын шешімдердің жаңашылдығы, патенттердің бар болуы бұл жерде. Одан соң бизнес процесінің сипаттамасы, жеткізушілер мен тұтынушылар туралы ақпараттар, қажетті ресурстардың болуы, нарықты қысқаша талдаймыз. Яғни бұл бәсекелестер бойынша, маркетинг бойынша біз талдайтын боламыз. Артықшылықтары өнімнің, өткізу стратегиясы сізді нарыққа, ай сайынғы өнімділік деңгейі, сауда көлемі, әлеуетті нарық үлесін негіздеу, қызметкерлердің біліктілігі, жобадағы қызметкерлердің өзінің рөлі, лауазымы, жалақысы барлығы қамтылады. 4-ші бөлікте, ал 5-ші бөлікте мүмкін болатын қауіп қатерлер, яғни шот анализдер бар. Жүзеге асатын кезеңдері, қаржыландыру жоспары қаражатымен, жобаға бұрын тартылған қаржылар, жоба шығындары. Осылай бәрін біткен екен, құжатты қарау деген батырманы басып, сіздер көшіріп алсаңыздар болады. Барлығын толтырып біткеннен кейін осы конструктор бойынша сіздер толтырып шығасыздар. Түсінікті болды деген ойдамын. Мен ақпаратым сіздерге, міне бизнес жоспар осылай шығады. Осы үлгіде шығатын болады. Бұл жерде толтырылмады деп шығып тұр. Яғни осы бөліктің бәрін қамтисыздар. Қамтуға міндеттісіздер. Мен ақпаратым пайдалы болды деген ойдамын. Сертификат бизнес план қажет болса, жекеме жазсаңыздар болады. Сау болыңыздар.